Сот актілерін орындауды жетілдіру жөніндегі түбегейлі шаралар жеке сот орындаушыларының институтын енгізу болып табылады. Франция мен басқа да бірнеше елдердің тәжірибесі олардың жұмысының жоғары тиімділігі туралы сендіре отырып куәлік береді. Осы тәжірибені меңгеру керек. Ал егер бұл жүйе біз үшін қолдануға келетін болса, оны тез арада енгізу керек. Тарих қойнауына үңілсек, жеке сот орындаушылар институты ең алғаш рет Францияда енгізілген. Сондай-ақ Балтық елдерінде, Эстония мен Латвия мемлекеттерінде ертеректе пайда болған. Бүгінде аталмыш жүйені әлемнің 65 мемлекеті қолданып келеді. Қазақстанда да Франция секілді ірі еуропалық елдердің атқарушылық жүйесінің тәжірибесі енгізілді. Осы орайда Франция елінің моделіне сүйенген жеке сот орындаушылар институтын құруды мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев 2005 жылы тапсырды. Соның нәтижесінде 2010 жылы жеке сот орындаушыларының құқықтық іргетасы қаланып, Қазақстан Республикасының атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Осылайша мемлекетімізде жеке сот орындаушылар институты пайда болды. Қазақстан ТМД елдерінің арасында алғаш болып мемлекеттік сот орындаушыларымен қатар сот және басқа актілерді орындаумен жеке сот орындаушылары айналысатын атқарушылық іс жүргізу жүйесін өзгертті. Сол уақыттан бастап мемлекетімізде екі үлгілі жүйе іске қосылды. Олар мемлекеттік және жеке сот орындаушылар. Ал жеке сот орындаушыларының мемлекеттік сот орындаушыларынан айырмашылығы қандай? Кімдер жеке сот орындаушысы бола алады? Судья болып жұмыс істеген адамдар, судья лауазымына біліктілік емтиханын тапсырған адамдар, мамандандырылған магистратурада оқуды аяқтаған және біліктілік емтиханын тапсырған адамдар, кемінде 2 жыл атқарушылық құжаттардың орындалуын қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті органда және оның аумақтық органында жұмыс істеген адамдар, құқық қорғау немесе арнаулы органдарда жұмыс істеген адамдар, прокурор, тергеуші лауазымында немесе жедел іздестіру қызметін жүзеге асыратын, не қоғамдық тәртіпті қорғауды қамтамасыз ететін лауазымдарда кемінде 5 жыл жұмыс өтілі болған кезде тағылымдамадан және аттестаттаудан өтпей жеке сот орындаушысы лицензиясын алуға құқылы. Кімдер жеке сот орындаушыларының көмекшілері мен тағылымдамашылары бола алады? Заңгерлік білімі бар. Сондай-ақ республикалық палата бекіткен бағдарламалар бойынша кәсіптік, оның ішінде қашықтықтан оқыту өткені туралы сертификаты бар Қазақстан Республикасының азаматы жеке сот орындаушысының көмекшісі бола алады. Жоғары заңгерлік білімі бар Қазақстан Республикасының азаматтары сот орындаушысының тағылымдамашылары бола алады. Тағылымдамадан өтіп біліктілік емтиханынан оң нәтиже алған азамат Қазақстан Республикасының жеке сот орындаушыларының республикалық палатасына мүше ретінде кіріп, жеке сот орындаушысы қызметімен айналысуына толық құқығы бар. 2010 жылы қабылданған жаңа заң жеке сот орындаушыларының құқықтық мәртебесін айғақтап, олардың өкілеттілігін нығайтуға бағытталды. Жалпылай алғанда елімізде жеке сот орындаушылары 2011 жылдан бастап жұмыс жасай бастады. Ал 2015 жылы еліміздің әр аймағындағы өңірлік алқаларды біріктірген республикалық алқа жеке сот орындаушыларының кезектен тыс съезінде тарап, орнына республикалық палата құрылды. Республика бойынша алғашында жеке сот орындаушыларының саны 100-ге жуық болғанымен, қазір 1382-ге жетіп отыр. Бүгінде Қазақстан Республикасының жеке сот орындаушыларының республикалық палатасына Сергей Михайлович Ли төрағалық етеді. 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап жеке сот орындаушыларының құзыретіне атқару құжаттарының бірқатар санаты өтті. Заңнамалық деңгейде жеке сот орындаушыларының өкілеттілігі кеңейтілді. Жеке тұлғалардың банктік шотына ақпаратты талап ету бойынша құқық берілді. Жеке сот орындаушыларының санкция беру әрекеті қысқартылды. Жеке сот орындаушылары көмекшілерінің процессуалдық әрекеттер мен қаулылар шығаруына байланысты емес қызметін беру жолымен өкілеттілігі кеңейтілді. Мемлекеттік бюджеттен әлеуметтік маңызды атқарушылық іс жүргізу бойынша 5 айлық есептік көрсеткіш негізінде жеке сот орындаушыларының төлемі орнатылды. Жеке сот орындаушыларының санын бөлу және анықтау. Жеке сот орындаушыларының тәртіптік мәселесін қарау бойынша өкілдік республикалық палатасына берілді. Аймақтық палаталар басшыларының атқарушылық құжаттарын үлестіру құқығы бөлінді. Жеке сот орындаушылары арнайы киім және жетонмен қамтамасыз етілді. Тиісінше жеке сот орындаушыларының жүктемесі де күн санап өсіп келеді. 2015 жылы барлық атқару құжаты бойынша орындауда болғаны 16789, аяқталғаны 4580, қалдықта қалғаны 12209. 2016 жылы барлық атқару құжаты бойынша орындауда болғаны 64348, аяқталғаны 30948, қалдықта қалғаны 33400. Орындауға түскен атқару құжаттарының саны 2015 жылмен салыстырғанда 26,1%-ға өскен. Тағы бір айта кететін жайт,
жеке сот орындаушыларының Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігінің атқарушылық іс жүргізу органдарының автоматтандырылған ақпараттық жүйесіне қол жеткізуі. Бұл жүйенің, яғни АИС, ОИП базасының тиімділігі сол, барлық атқарушылық құжаттар бойынша борышкер туралы және оның материалдық жағдайы туралы тіркеуші органдардан толық ақпарат алуға мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде сот актілерінің орындалуын қамтамасыз ету бойынша шараларды қолдануға көп жеңілдік туғызып отыр. Сонымен қатар сот орындаушыларының және басшыларының ақпаратты іздеуге жіберетін уақыттарын ықшамдауға бейімделген. Сот актілерін атқару бойынша қызметтерін жедел орындауға, уақытты үнемдеуге мүмкіндік береді. Аталмыш жүйе аясында сондай-ақ жоғары соттың жанындағы соттардың қызметін қамтамасыз ету департаментінің төрелік сот органдары ақпараттық жүйесі. Сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ішкі істер Министрлігінің АИПС контроль жүйесі арқылы соттардан, жергілікті полиция қызметінен электронды түрде келіп түскен атқарушылық құжаттарды база арқылы орындау үшін Қызылорда облысы жеке сот орындаушыларының өңірлік палатасына, жеке сот орындаушыларына бөлініп беріледі. 2015 жылдың 25 ақпанында Қазақстан Республикасы жеке сот орындаушылар Республикалық палатасының Қызылорда облысындағы филиалы заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеуден өтіп, бүгінде аймақтық филиал ретінде өз жұмысын жалғастыруда. Алғашында өңірлік алқасы жұмыс жасаған уақытта аймақта небәрі 9 жеке сот орындаушысы қызмет атқарса, бүгінде олардың саны 48-ді құрап отыр. Шаһарымызда 35 жеке сот орындаушысы қызмет атқарса, 13 аудандарда жұмыс жасауда. Мұнан байқайтынымыз, облысымыздың барлық атқарушылық округтері жеке сот орындаушыларының қызметімен қамтылған. Бүгінде жеке сот орындаушылар Республикалық палатасының Қызылорда облысындағы филиалынан Нұрымжан Дәуітбекұлы Саимов мырза басшылық етуде. Сондай-ақ аппарат құрамында 2 орынбасары және 2 маман қызмет атқарады. Тұтастай алғанда жеке сот орындаушыларының облыстағы филиалы өңірлік жеке сот орындаушылар ұлт жоспарынан туындаған міндеттерді ауқымды түрде жүзеге асырып келеді. Аймақта жоспарлы көрсеткіштерін орындаудың оң динамикасының өскендігі байқалады. Жеке сот орындаушылары институтының болашағы зор, тұрғындар мен мемлекеттік үкіметтің сенімі де жоғары. Сол сенімнің үдесінен шығу үшін өңірлік жеке сот орындаушылары аянбай еңбек етіп келеді.